Привет барлықтарыңа. Сәлем достар. Бүгін мен сіздермен бірге я только Яру, а только Алина. Бүгін мен сіздерге ормандағы өмір киносын түсіретін боламын. Бұл ең алғашқы бірінші час. Менің видеомды қарамай тұрып, мені бағалап, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Және колокольчик басып, оны всеға қойыңыздар. Бұл жерде шаршап кеттім ай. Бірақ орман ұнап жатыр. Қалайсың, жақсы демалдың ба? Жақсы, мен кетейін. Қарным ашып кетті, мынандай бір жолдың пісірейінші. Қарным ашып жатыр. Қазір мен мынаны алам. Мынаны тұрсын. Так, тамағымды пісірем. Ой, роллтың пісе бершін. Мен араларымды қарап келейін. Бал істеді ма? Жіне бершін, бірақ өзімде біреу бар ғой. Так. Дәмді екен. Бұл керек емес. Жуынып алайын одан да. Көбелектер, қалайсыңдар? Күшті демалдыңдар ма? Жақсы жүре бер. Так, кеттім мен. Лай, ой, бай кешір. Бұл не істеп тұр? Болдым. Тик. Бар, кетші бар. Мен қазір өзіме керекті заттарын алайын. Мына жақта маған ештеңе керек емес сияқты ғой. Жақсы, бұны алмай қойын. Әжетханаға шығып алайын. Тик. Қалайсың қоңыздар? Қалайсың қыздар? Мен бұлай жаяу бара берейінші. Ол жерден қорқамын отырған. Тик. Қалайсың? Маймыл не қарап отырсың? Маған адам бер. Не істеп отырсың? Давайте, мен бір жаққа бара жатырмын. Отыра бер. Ой, сендер де бір жаққа кетіп бара жатсыңдар ма? Жоқ, келе жатыр қой. Мен кетіп бара жатыр едім. Низат, қайыққа бара жатсың? Мына орманда шашып кеттім, сол үшін басқа бір үй сатып алам ба деп жүрмін. Жоқ, бір жыл ма, бір ай ма қасымызда болсаңыз, мына аюлар түрін білесің ғой. Шынында да Айдардың айтқанында айтпақшы атын Дидар ме еді? Жақсы, мен түсейінші. Мен маймылды алайын деген, мән ақты өші сирен өсіпті ғой. Айтпақшы менен бір заттар әкеле жатырмын. Бұл не таға? Тым түсінбедім. Жақсы, қасық бірдеңелі шарем. Мәла бер, ана екеуіңдікі шар. Екеумізге келе тұрық. Айтпақшы мен. Жақсы, кеттім. Алмұрт жейттірейінші. Нақты бамбу өсіп ма? Манго. Жеңші мангоны. Мынаны алам мангоны, мына озатты алам. Маймылдар, пока мен мынақпен барам. Ойбай. Қорқамын мен. Ой. Жеп алайын мұнаны. Мына жақта қор отырып не істеймін? Одан да телефонымды алмайын ба? Болды. Телефонымды қарап отырайыншы. Бір айдан кейін. Таңғы 6-да тұрып алдым ғой, мен өзі тағы қараңғы ғой. Бір ай өтіп кетті, қайтуым керек мен қойшы. Осы орманда тұрып жүретін жалаңа жоқ қойшы. Таң атты. Достар, бір жаққа бара жатсыңдар ма?
Жоқ кеше обед демалыс шыққанымызда енді келіп жатырық. Айтпақшы, сендер өздерің айтқандай бір айға қалыңыз деп едім, қалдым. Енді мен үй іздеп, кәдімгідей отбасы болып тұрайықшы. Мен даже ата-анамды да көрмей кеттім, сағынып. Жақсы, ол жағын өзің бір бізден сұрамай-ақ қой. Жарайды, бөлек тұрғаным жақсы ғой. Так, түстім. Кеттік ал. Сәлеметсіз бе, мінекей. Мен осындай өзімнің чемоданымды алып келдім. Маған Алматыға жол тартатын сол самолетқа отырам. Маған билет беріңізші. Ал жарайды, өзіңіздің чемоданыңызды мына жаққа қойыңыз. Жақсы. Қазір чемоданыңызды тексеріп көрейік. Ой, болады, бірақ сізге чипс әкетуге болмайды. Себебі іште де береді. Енді бұлай алып кетпеңіз. Жарайды. Мен затыңызды салып қоям, билетіңізді берем. Чипсыңызды ана шет бар, сол шетке тастап кетіңіз. Жақсы. Ана адамдар тұратын жерде бар, сол шетке тастап кетіңіз. Жарайды. Мен затым не шықты ғой. Ой, қалай біліп қойды? Ой, я. Суға беретіңіз, меш. Тым жоқ құрсын, міне менде. Жақсы кіре беріңіз. Соншама сөйтіп. Мынау маған керек емес құрсын. Ішіне сірә маңызды заттар жоқ. Сол жаққа барғанмын. Ой, кешіріңіз. Мінекей менің билетім. Осы билетпен мен Алматыға барам. Мінекей билетім. Сіз ең артындағы 2-ші қатардағы 5-ші орынға отырады екенсіз. Жарайды. Не үшін именно 5? Не үшін алдыңға хотя бы мына жақ қоймайын? Енді айтты ғой отырайын. Ой, құрсын үшін мен тыңдамайым, тыңдамай отырайын. Тамақ жейтін уақыт келді. Сізге қандай тамақ керек? Маған бір шаурма и сок беріңіз. И потом анандай не зат деді? В общем, любой жаңа шаурмамды и согымды келе салыңыз. Жарайды. Сізге не керек? Маған фруктыйдан ананас керек, және мороженое керек. Жақсы. Так, шаурма. Және сок. Мінекей, сіздің заказыңыз дайын болды. Рахмет. Қазір сіздің заказыңызды істеймін. Так, ананас. Потом мороженое. Мәңіз. Рахмет. Астарыңыз дәмді болсын, ас болсын. Той, қарным ашып кетті ғой. Ішіп жеп алайыншы. Мәңіз ағай. Жарайды. Ағай, мәңіз. Жақсы. Сіздердің ұйықтап алуларыңызды сұраймыз. Жолаушылар, ұйқыдан тұрамыз. Бірақ не үшін әлі келмепті ғой? Көп адам келсінші әлі. Қашан кіреміз? Тезірек кіре қойсақ қой. Жүріңдер, кіре берек.
Жолаушылар, барлықтарыңыз ұйықтап алыңыздар. Кішкенеден кейін. Мен де ұйықтап қалыппын. Тұрайын құрсын. Жолаушылар, тұрыңыздар, келдік. Ужимай. Жарайды ағай, рахмет, мен түсе берейін. Мен үйіме жеттім ау. Қалайсың, братишка, күшті болды ма үйде? Ой, аға, қаяқта жүрсіз? Орман күшті мекен. Бір айдай болдыңыз ғой, сағынып кеттік. Мамалар қай жақта? Кухняда. Қолыңызды жуып алып барыңыз, әйтпесе ұрсады. Жақсы. Бүгін ағаңа орын бер. Берем ғой, бірақ та мен де бір жаққа кетіп бара жатырмын да, сіз мен диванда ұйықтай беріңіз. Жақсы, мамадан сұрадың ба? Кеттім ал. Окей. Күшті болды ғой онда. О, мама, қалайсың? Сағынып кеттік қой. Балам, сен де қалайсың? Сен де ойымдап кеттім ғой. Ой, әпкешкі, не болды сонша? Сен де сағынып кеттік, орманда не істеп жүрсің, қандай күштілер болды? Жақсы. Күшті болды же орманда, мен інім сағынып кеттім барыншы. Ой, жаным. Сен сол орманда жүре берме, келіп тұршы, сен де ұмытып қалдық. Атыңды Дидар екенін де ұмытып қалдық қой, өзімнің баламның атын. Бала, анашым жақсы. Қайта жақсы. Орманда жақсы екен. Екі досым болды. Достарым кетіп бартқанда ренжіп қалды. Енді мен де сіздерді сағынғаннан кейін келіп тұрмын. Олар айтты, келіп тұр деп, сол жақта туыпты ғой. Әке-шешесі енді біз сияқты жоқ. Ой, балам, ондайларды өйтіп айта берме. Жарайды ма? Олардың әке-шешесі жоқ болғанымен, олар өте қатты өкінішті болады. Жақсы, қолыңды жуып келдің бе екен? Отыр, жаңа інім кетіп қалды. Білесің ғой? Білем. Жақсы, отыр, кел, шай тамағың ішіп ал. Қызым, отыр, тамағың дайын болды ма? Жоқ, мамам, мен енді пісіріп жатырмын. Той, қашан дайын болады енді тамағың? Мамам, міне дайын болып қалды. Не үшін жеп тастап атсың қайта қызым? Мама, дайындалып жатыр қой енді. Тамағыңды тезірек дайында менің балам үшін. Ой, рахмет, анашым. Негізі әуре болмай қойғандарың еді. Қой, балам, өтіп дәм болсын, кетпе. Келдің ғой, енді осы үйде тұрасың ба? Қайтып кетіп қалмайсың ба? Жоқ, мама, кім айтты кетіп қалады деп. Тұрамыз, конечно. Міне осы тамақты сен үшін жасадық. Жей қой, сен ғана же. Біз күнде жеп жүрік. Ой, рахмет, мама, қандай күштісіз. Мама, не болды? Не үшін тек оны еркелетесіз, ал бізді еркелетпейсіз? Енді ол көп келмей жатыр ғой. Жей қой табағыңды, іше қой. Қызым, содан кейін тезірек жуып таста. Сен үйдің жалғыз қызысың, үлкенсің оның үстіне. Әкеңде жоқ сол. Мама, әкешім қайыққа кетті. Мен оны қайта орманда уайымдадым ғой. Білмеймін, сол кетіп қалған. Әйтеуір қайтыс болып қалмаса болғаны. Мама, мен тойдым. Қызым, жинап тастай ғой. Жақсы, өздерің демала беріңдер. Мама, шынымды айтсам бар ғой, қатты шаршадым. Демалып алғанша, жаңа өзім самолетқа ақшамды әрең жеткізіп келдім. Сөйтіп жолда отырам дегенше ұйықтадым, қатты ұйқым келген жоқ. Шаршап кеттім, ұйықтап алайыншы. Сендер өздерің тыныш ұйықтай беріңдер. Ойбай, мынауың күшті ғой. Бар даланы жина. Қой жұмсамай, енді келіп жатыр ғой. Одан да ұйықтап ал. Ұйқынан тұрғанда күшті болады. Мама, не үшін? Сірә кеш болды ғой. Жақсы, ұйықтай ғой бар. Осы үйде болған қайта күшті ғой. Мамалардың жанында.
Ама қане ұйықтайын, жүр, балапан сен ұйықтатайын. Болмайды, әйтпесе кішкентайлар болмайды мындай жерде жүрге. Мама, анасын жүріңіз, ұйықтаңыз, сізге де болмайды өйтіп жүруге. Ал всем пока достар, мені түсіргенім тек осы болды. Бұл бірінші серияда емес, мен оны осы минуттың ішінде бітірдім. 15 минуттың ішінде видеомды қарап көріңіздер.